Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде Еретик фильмі. Фильм көпшілік саябағында басталады. Екі мормон миссионері сестра Барнс пен сестра Пакстон үлкендерге арналған фильм тақырыбында әңгімелесіп отыр. Барнс тәжірибелі көрінеді, бірақ бұл үлкендерге қатысты емес, керісінше мормон дініне байланысты. Өйткені соңғы бір айда ол 7 адамды шіркеуге қосылуға көндірген. Ал Пакстон анағұрлым аңғал, бірақ дініне соқыр сеніммен берілген. Ол жақында көрген үлкендерге арналған фильмдегі актриса шын жаны ашығанын айтып береді. Осыдан кейін олардың бұрын шіркеуге қызығушылық танытқан адамдарға бармақшы екені белгілі болады. Біраз уақыттан соң олар бір үйдің алдына келеді. Барнс велосипедтерін жақын маңдағы қоршауға құлыптап, кілтін қалтасына салады. Ол есікті қағады. Артынша зейнеткер ағылшын азаматы мистер Рид есікті ашады. Екі миссионер өздерін таныстырып, оның Иса Мәсіхтің соңғы күн әулиелері шіркеуіне, мормон шіркеуі қызығушылық танытқаны жайлы сөйлеспекші екенін айтады. Рид шынымен қызыққандай болып көрінеді, және оларды ішке шақырады. Себебі далада күн күркіреп, жаңбыр жауып тұр. Бірақ миссионерлер өздерінің ережесі бойынша үйге кіру үшін ішінде әйел адам болуы керек екенін түсіндіреді. Рид оларды сендіруге тырысады, әйелім үйде, дәл қазір көкжидек бәлішін пісіріп жатыр. Ол бар екеніне уәде беремін. Жай ғана кіріңіздер. Олар үйге кірген соң, мистер Рид миссионерлердің суланған пальтоларын алып, жақын жерге ілуге ұсынады. Қыздар келсет. Рид пальтоларды іліп, бір уақытта аздап тіске басар алып келейін деп шығып кетеді. Бірнеше минуттан кейін қайта оралып, әйелінің жақында бәлішпен келетінін айтады. Үшеуі жылы шай ішіп, әңгіме бастайды. Бірақ дін туралы сөйлесуден бұрын Рид миссионерлердің жеке өмірлерін білгісі келеді. Пакстон өзін туғаннан бері шіркеу мүшесі екенін айтады. Ал Барнс анасының мормон дініне кейінірек өткенін, ал әкесі қайтыс болған соң, отбасымен әртүрлі шіркеулерге барып көргенін, бірақ нақты жолды табуда қиындық болғанын баяндайды. Рид мұны жақсы түсінетінін, өзі де сенім мәселесінде ұзақ уақыт бойы қиындыққа тап болғанын мойындайды. Артынша ол Барнске бұрылып, әкең қалай қайтыс болды деп сұрайды. Барнс бұл жеке сұрақтан сәл абдырап қалғанымен, әкесінің Лу Гериг ауруынан қайтыс болғанын айтады. Бірақ Рид оның сөзін дұрыс түсінбей, әзілдеп, көкжидек ауруы ма деп сұрайды. Ол тез арада өзінің қателескенін түсініп, Барнс бәлішке қатысты әзіл айтып тұр деп ойлағанын түсіндіреді. Бұл ыңғайсыз жағдайды жеңілдету үшін Пакстон сөзге араласып, мен өлген соң көбелек болып қайта оралғым келеді. Осылайша жақындарыма жақын болар едім. Қолдарына қонып, белгі берер едім. Осы сәтте Рид әңгімені дінге қарай бұрады. Бастапқыда ол миссионерлердің сеніміне құрметпен қарайтынын білдіреді. Алайда көп ұзамай оның тоны өзгереді. Ол мормондардың көп әйел алушылық тарихы сияқты даулы тақырыптарды қозғай бастайды. Барнс түсіндіреді, көп әйел алу кезінде мормон қауымын қиын кезеңдерден кейін қайта өсіру үшін рухани миссия ретінде қабылданды. Бірақ уақыт өте келе, бұл қажеттілік жойылып, шіркеу бұл тәжірибеден бас тартты. Алайда, Рид бұл тақырыпты жабуға асықпайды. Миссионерлердің айқын мазасыздығына қарамастан, ол әңгімесін жалғастыра береді. Ол Құдайдың аяндарына сенудің сенімсіздігін айтады. Өйткені оларды жеткізушілер де адамдар, ал адамдар күнәлі әрі кемшіліктерге толы. Одан әрі Рид адам діннің шындығына қалай сенімді бола алады деген сұрақ қояды. Пакстон сабырлы түрде, мен дінімнің шын екенін жүрегіммен сезінгендіктен сенемін деп жауап береді. Әңгіме барысында миссионерлер Ридтің өз көзқарасын таңуға тырысып жатқанын сезе бастайды. Ол олардың пікірін тыңдауға ниетті емес еді. Ақыры Барнс оның монотонды лекциясын бөліп жіберіп, біз әйеліңізбен кездескіміз келеді дейді. Рид бір секундқа кідіріп, бірақ содан кейін оны шақырып келетінін айтып, бөлмеден шығып кетеді. Ол кеткен соң, Барнс үстел үстіндегі шамға назар аударады. Оның жапсырмасында көкжидек бәлішінің иісі деп жазылған. Бұл үйде бәліш пісіп жатпағанын, тіпті оның әйелі мүлде жоқ екенін білдіруі мүмкін. Немесе Рид жай ғана көкжидек бәлішін қатты жақсы көреді. Барнс бұл жайттың ер адамның оларды алдап келгенін дәлелдейтінін түсінеді. Ол бұл ойымен Пакстонмен бөліседі. Екеуі де Ридтің арам ниеті бар екенін анық ұғынады. Көп ұзамай Рид қайтып келеді. Бірақ қолында бәліште, әйелі де жоқ. Оның орнына ол оларды ас үйге шақырады. Миссионерлер бұл ұсыныстан бас тартады. Барнс тез арада өтірік айтып, шіркеуден қоңырау түскенін мәлімдейді. Рид бұған ренжіп, ішке қайта кіріп, онда мен әйеліме қонақтарымыздың кеткелі жатқанын айтайын дейді. Ол бөлмеден шыққан бойда Барнс Пакстонға сыбырлап, біз дереу кетуіміз керек. Екеуі пальтоларын алмастан есікке қарай жүгіреді. Алайда есіктің құлыптаулы екенін көреді. Пакстон телефонын алып, қоңырау шалмақшы болады, бірақ байланыс жоқ екенін байқайды. Кенет үйдің ішінен түсініксіз дыбыстар естіледі. Бір секундтан кейін барлық жарық сөнеді. Осылайша олар амалсыз үйдің ішіне тереңірек кіріп,
басқа шығатын жол іздей бастайды. Жолда олар кітапхана бөлмесіне тап болады. Бірнеше секундтан кейін Рид те осы бөлмеге кіреді. Ол сабырлы түрде «Қош келдіңіздер» деп оларды тағы да жайлы сезінуге шақырады. Миссионерлер мұнда көп бөгеле алмайтынын айтады. Рид күлімсіреп «Онда кете беріңдер» деп келіседі. Қыздар асығыс пальтоларын алады. Бірақ кенет велосипед құлпының кілті Пакстонның қалтасында екенін көреді. Ал олар келгенде бұл кілт Барнстың қалтасында еді. Барнс күдікпен Ридке қарап, «Есікті ашып беріңізші». Бірақ Рид суыққанды кейіппен, «Ол құлыптаулы» деп жауап береді. Рид жүйеде таймер орнатылғанын айтып, алдыңғы есік тек таңертең ғана ашылатынын түсіндіреді. Ол артқы есікті балама жол ретінде ұсынады. Бірақ миссионерлер бірден күдіктеніп, бұл ұсынысты қабылдауға асықпайды. Олар алдыңғы есіктен кетуді талап етеді. Бірақ Рид оған рұқсат бермейтінін айтады. Кенет оның дауыс ырғағы өзгеріп, суық әрі қорқынышты болып кетеді. Ол шіркеуден қоңырау келді деген әңгімелерін өтірік деп айыптайды. Барнс бұл өтірік емес екенін айтып ақталмақ болады. Бірақ Рид оның сөзін бөліп, «Бұл мүмкін емес» дейді. Ол үйдің қабырғалары мен төбесі металдан жасалғанын, сондықтан ешқандай байланыс сигналы өтпейтінін айтады. Паникаға түскен Барнс Ридтің телефоны бар ма деп сұрайды. Бірақ ол жоқ деп жауап береді. Қатты ашуланған Барнс артқы есікке қарай жүгіріп, оны ашпақ болады. Бірақ есік жертөлеге апаратынын көреді. Ол басқа есікті де тексеріп көреді. Бірақ ол да жертөлеге әкеледі. Олар тұзаққа түскендерін түсінеді. Барнс Ридті мемлекеттік шіркеу президенті олардың осында екенін біледі деп қорқытпақ болады. Пакстон да оның айтқандарын жалғастырып, полиция олардың үйге кіргенін көрді деп өтірік айтады. Олар Ридке өздерін жібермесе, үлкен қиындыққа тап болатынын ескертеді. Алайда Рид бұл сөздерді елемей, өзінің шынайы ниетін ашық білдіреді. Ол миссионерлерге қарап, «Сендер басқаларға өз идеяларыңды сатасыңдар. Бүгін мен сендерге өз идеямды сатамын». Ол олардың сенімін логика арқылы бұзғысы келетінін айтады. Одан кейін Рид екі есіктің үстіне «сенім» және «сенімсіздік» деп жазады. «Егер сендер менің дәлелдеріме қарамастан әлі де діндеріңе сенсеңдер, онда сенім есігінен өтіңдер. Ал егер менің пікіріммен келіссеңдер, сенімсіздік есігін таңдаңдар». Қатты қорыққан Пакстон Ридпен келіссе, оларды босатады деп ойлайды. Сондықтан ол жылдам жеңілгенін мойындап, Ридтің ақылды екенін мақтайды. Ол сенімсіздік есігінен өтуді ұсынады. Алайда Барнс қанша қорықса да, діннен бас тартпайды. Ол Ридтің дәлелдерін жоққа шығарып, сенім жолын таңдайды. Содан кейін ол Пакстонға қарап, «Сен әлі де Құдайға сенесің бе?» Пакстон біраз кідіріп, «Иә» деп жауап береді. Барнс оның қолын ұстап, екеуі бірге сенім есігінен өтеді. Бірақ олар ең үлкен қателік жасағандарын кеш түсінеді, өйткені Рид есікті жауып, сыртынан құлыптап тастайды. Олар жертөлеге түсіп қалады. Екеуі жертөленің тереңіне қарай жылжыған сайын қорқынышы арта түседі, өйткені бұл жерден шығатын жол жоқ екенін байқайды. Кенет бұдан да қорқынышты нәрсе болады, біреудің жақындап келе жатқан аяқ дыбыстары естіледі. Осы кезде Барнс Рид кітапханада уағыз айтып тұрған кезде стелден кішкентай пышақ ұрлап алғанын есіне түсіреді. Ол оны Пакстонға беріп, «Мен сиқырлы іш киім» дегенде, Ридті пышақпен шабуылда деп жоспар құрады. Барнс күдіктілеу құпия сөз ойлап тапты. Бірақ оны өзгертуге уақыт болмады. Алайда есік ашылғанда ішке Рид емес, ұзын көйлек киген әйел кіреді. Ол елеске ұқсайды. Жүзі өңсіз, арық сүйектері көрініп тұр. Бір қолында шам, екіншісінде көкжидек пирогы бар. Миссионерлер оның тірі адам екенін ме, әлде елес екенін түсіне алмайды. Сол сәтте қабырғадағы динамик арқылы Ридтің дауысы естіледі. «Қазір сендер ғажайыпқа куә боласыңдар». Ол бұл әйел пайғамбар екенін және қолындағы пирог уланғанын айтады. Ол пирогты жеп өледі. Бірақ Құдайдың кереметімен қайта тіріледі. Әйел пирогты жейді. Бірнеше секундтан кейін жерге құлап, жан тапсырады. Рид оның қайта тірілетінін айта береді. Бірақ осы кезде есіктің қоңырауы шырылдайды. Рид бірден жоғалып, есікті ашуға кетеді. Бұл Барнс пен Пакстонға әрекет етуге мүмкіндік береді. Олар тор есікке жүгіріп, сырттағыларды көмекке шақырып айғайлайды. Алайда үй дыбыс өткізбейтіндей оқшауланған. Сондықтан ешкім олардың даусын естімейді. Олар кішкентай сіріңке жағып, матаны өртеуге тырысады, түтін арқылы жергілікті адамдарды назар аудартпақшы. Осы кезде есіктің сыртында Рид шіркеудің бір қызметкерімен сөйлесіп жатады. Бұл адам миссионер қыздардың қайда екенін сұрайды. Рид суыққанды өтірік құрастырып, «Иә, олар келді, бірақ бірден кері қайтты» дейді. Кейінірек Рид олардың велосипедтерін алдын ала жасырып қойғаны белгілі болады. Осылайша ешқандай күдік тудырмайды. Шіркеу қызметкері оның сөзіне сеніп кетіп қалады. Жертөледе Барнс пен Пакстон өз жоспарын жалғастырып, түтінді көптеп шығаруға тырысады. Дәл сол сәтте өлген пайғамбар кенеттен қайта тіріледі. Екі әйел естен тана жаздайды. Бірнеше секундтан кейін Рид қайта оралып, пайғамбар әйелді алып кетеді. Ол қуанышын жасыра алмай, миссионерлерге қарап, «Қандай кереметке куә болдыңдар, айтып беріңдерші». Алайда
Барнс оның бұл айласын бірден түсінеді. Бұл ешқандай да ғажайып емес. Бұл сенің арзан трюгің. Сол кезде ол Пакстонға белгі береді. Сиқырлы іш киім, дейді ол. Бірақ күтпеген бұрылыс орын алады. Рид бірінші болып қимылдап, Барнстың тамағын орып жібере. Пакстон қатты шошып, есікке қарай жүгіріп, айғайлап көмек сұрайды. Бірақ ешкім көмектеспейді. Рид оны тыныштандырмақ болып: "Қорықпа, Барнс та қайта тіріледі." Алайда, Пакстон жертөлеге қайтып оралғанда, Рид шындықты ашады. Жоқ, ол енді оралмайды. Ол Барнстың қолынан кішкентай металл құрылғыны алып шығады. Пакстон оның контрацептив екенін бірден таниды. Рид былай түсіндіреді: "Нағыз сенуші ешқашан контрацепция қолданбас еді. Оның қайта тірілуін өзі-ақ жоққа шығарды." Ол мұны Матрица фильміндегі жүйемен салыстырып, Барнстың бағдарламаның бір бөлігі ғана болғанын айтады. Ол тек ережелерді орындады, бірақ шынайы сенімі болмады. Одан кейін Рид Пакстонға бет бұрып: "Ал сен не ойлайсың? Бұл шынайы ғажайып па, әлде симуляция ма?" Бірақ Пакстон Ридтің манипуляциясын енді ғана толық түсіне бастайды. Ол бәрінің жалған екенін айтады. "Бұл сенің жақсы жоспарланған шоуың." Пакстон Ридтің әйелді тірілтуді қалай ұйымдастырғанын сипаттай бастайды. "Қоңырау соғылған кезде сен әйелдің орнына басқа адамды қойып үлгердің. Сол сәтте мен оның беті мен позасындағы өзгешелікті байқадым. Ол еденнің астын тексеріп, жасырын жертөле бар екенін көрсетеді." Рид күліп: "Егер расында біреу болса, сенің теорияң дұрыс болып шығады. Бірақ сен оны дәлелдей аласың ба?" Пакстонның шындықты дәлелдеу мен қашып шығудан басқа амалы жоқ. Сондықтан ол батылдықпен жертөлеге кіруге келіседі. Рид оған: "Тек нағыз діннің қандай екенін білгің келсе ғана кір." Пакстон еш ойланбастан есіктен өтеді. Ол қатты иістен, суық пен ылғалдан денесі дірілдеп, жертөленің түбіне дейін барады. Ақыры, еденде жатқан өлі әйелдің денесін көреді. Оның теориясы дәлелденді. "Мен білгенмін", деп айқайлайды Пакстон. Бірақ Ридтің жауабы қысқа болады. Ол есікті сыртынан құлыптайды. Пакстон бас тартпай әрі қарай жүреді. Ол жертөленің түбінен тағы бір есік тауып, оның велосипед құлпымен жабылғанын байқайды. Өзінің қалтасындағы кілтті шығарып, есікті ашады. Іште Ридтің көптеген әйелдерді тұтқында ұстап отырған жасырын бөлмесін табады. Дәл осы кезде Рид оның артында пайда болып, сыбырлайды: "Сен енді жауабыңды таптың ба?" Пакстон ақыры бәрін түсінеді. Ол Ридтің басынан бастап қалай манипуляция жасағанын есіне алады. Ең алғашқы сәтте ақ Рид әйеліне сөйлескендей болып, Барнстың пальтосынан кілтті ұрлап, велосипедтерін жылжытып қойған. Пакстон бастапқыда Рид кілтті қалтасына кездейсоқ салып жіберді деп ойлаған. Бірақ енді ол мұның барлығы жоспарланғанын түсінеді. Ол менің бұл кілтті пайдаланып, дүкеннің есігін ашатынымды білген. Яғни, мен бұл жерде өз қалауыммен емеспін. Ол мені осы жағдайға әдейі түсірді, менің сенімімді бақылау үшін. Осы сөздерді естігенде, Рид оны растайды: "Менің жалғыз шынайы дінім бақылау." Ол басқаларды билеуден ләззат алатынын мойындайды, дәл діни институттар сияқты. Пакстон бөлмені шолып өтіп, тордағы бірнеше әйелді көреді. Ол олар үшін жаны ашиды, бірақ Рид: "Бұл олардың өз таңдауы", деп салқынқандылықпен жауап береді. Ол Пакстонды қорлап, оның сенімін бұзуға тырысады. Бірақ кенеттен Пакстон көз жасына ерік бере. Содан соң, бір сәтте есін жиып, жасырып келген пышағын суырып алып, Ридтің мойнына соғып жібереді. Пакстон қашуға тырысады, бірақ үй нағыз лабиринт сияқты. Жағдай одан сайын қиындай түседі. Себебі Рид оны қуып жетеді. Ол Пакстонның ішіне пышақ соғып, екеуі де еденге құлап түседі. Қанға бөккен Рид күлімсіреп: "Біз үшін дұға ет", дейді. Пакстон оған жасалған барлық жамандықтарға қарамастан дұға қыла бастайды. Оның сенімі соңына дейін берік қалды. Алайда, Рид оны өлтіруге дайындалған сәтте, бірден мықты ағаш қалыпшымен басына шаңқ еткен соққы тиеді. Рид жерге құлап, сол сәтте жан тапсырады. Пакстон әлсізденіп жоғары қарағанда, өлім аузында тұрған Барнсты көреді. Барнс соңғы күшін жинап, досын құтқару үшін әрекет еткен. Ол еденге құлап, жаны үзіледі. Бірақ оның соңғы ерлігі Пакстонға күш береді. Пакстон досымен қоштасып, Ридтің кабинетінің терезесінен секіріп қашады. Фильм оның ақыры сыртқа шыққан сәтімен аяқталады. Ол демін басып отырады, және сол кезде қолына көбелек келіп қонады.